Менің атым Аңсар. Достар, сендер білесіңдер ма, ешкімді мазақтауға болмайды. Мазақтау Құдаймен ойнағанмен бірдей. Достар, біз бүгін Мешінің пайда болуы туралы хикаяны айтатын боламыз. Ал ендеше тыңдаңдар. Алдымен лайк басып каналыма тіркеліңдер. Сонда мені жоғалтып алмайсыңдар. Ендеше әңгімемізді бастаймыз. Нұх пайғамбар кеме жасап жатқанда, оны бір қылжақбас мазақтай береді екен. Мына жындының ісін қараңдар ма? Бір кемеге қасқыр мен қой, түлкі мен тауық қалай бірге тұрады деп күледі екен. Нұх кейде оның сөздеріне шыдамай жылап жібереді. Бір күні апат болып жануарлар барлығы Алланың әмірімен кемеге мінеді. Бір кезде жебірейіп періште бір мақұлықты сүйреп әкеледі. Әй Нұх, мынау сені талай рет мазақтаған қылжақбас. Сені ренжіткені үшін Алла оны маймылға айналдырды. Оны да Алла кет дейді. Содан бері адам маймылды көрсе күледі екен. Содан кейін маймыл елдің мазағына ұшырап келеді екен. Біз де енді ешкімді мазақтамаймыз, я досым. Достар, саған менің әңгімем ұнаса лайк бас, достарыңмен бөліс. Келесі жолы мен саған тағы да қызықты хикаялар айтып беремін. Келесі кездескенше сау болыңдар. Білімді болып өсейік.